iPhone 11-ге настройка бар ма? Оттяжка ұшпай қойды вообще. Дима родной дәл келді ма? Легендарный iPhone 11 емес, камнаға четкий настройка қойып беремін. Прям бір уақытта атсаң қачатқа кетіп тұратын софт сияқты настройка қойып беремін. Бағасы 2000 теңге тұрады, аласың ба? Смело, брат, мен 2000 теңге. Болды, родной, қазір мен саған осыны четкий қылып жасап беремін. Ал енді көрейік. Ема, денеге жабысып қалған ма дейтін. Қалай өрсін. Қазір мен саған бір уақыттан жатып настройка қойып беремін. iPhone 11 барларын тыңдап отырыңдар және де iPhone 11 достарыңа жіберіп отырыңдар. Бірінші обзорына көресіңдер, обзорын ровно 100-ге апарып тастайсыңдар, тақап тастайсыңдар. Потом коллиматор тоже 100-ге апарасыңдар, 2х прицелді 65-ге қоясыңдар. Қалғандар тура осылай тұру керек. Управление кіресіңдер, так кнопканы аласыңдар, ровно 82-ге апарасыңдар. Бізге дәу кнопка керек. Және де потом барлық телефон келе ма? жоқ, тек қана iPhone 11-ге ғана келеді, басқа ештеңе келмейді. Так, ендігі именно мына жаққа кіресің, универсальный доступқа кіресіңдер, жаңағы виртуальный контроллерге кіресіңдер, циклды 4-ге қоясыңдар и болды. Скользящий курсор деген бар, мына жақта оған тиіспейсіңдер, просто высокоточный жүзде тұру керек болды. Енді мынаны қараңдар, сендерге четкий мынаны қалай кететінін көрсетіп кетейін. Просто атасыңдар, өзі ақиқатқа кетеді. Атасың, болды, только хедшот кетеді. Жігіттер, сендерге де осындай настройкалар керек болатын болса, профильдегі инстаграмға жазыңдар, сол жерден настройка сатып аласыңдар. Барлық телефонға бар, Xiaomi, Redmi, так, Samsung, iPhone, Huawei, барлық телефонға настройка бар. Алсаңдар болады, алсаңдар подарокқа усилитель беріледі. Смело 2000 теңгеге настройка сатып алып, бір уақыттан жатып настройка алсаңдар болады. Сендерді күтемін.